Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ал біздің бүгінгі тақырыбымыз уақыт құндылығы. Уақыт бұл бізге берілген ең құнды нығметтердің бірі. Өкінішке орай жастарымыз, яғни біздер, ер азаматтар, бұл уақытты лайықты түрде пайдаланбаймыз. Тіпті кейбір жастар бұл уақытын жұртты қорқытуға, бағана қазіргі заманда пранк дейді ғой, сондай нәрселерге арнайды. Немесе, мына білесіздер, ұялы телефонды ұстап алады да, осы жерде Инстаграмда немесе Фейсбукта сағаттап отырады. Қайран кеткен уақыттар ай. Кешіріңіз, түсіріп жатырып Инстаграмға кіріп кетіппін. Мына жерде біреу жазып жатыр. Міне, осылай уақытты өткізіп жатады. Біреу жазады, пәленше жазады, сонымен сөйлеседі. Немесе әртүрлі чаттарға кіріп алған, сол чаттарда достармен сөйлеседі. Кейбіреулер қыз-келіншектермен сөйлесіп, оларды өздеріне қаратуға тырысады. Қазіргі заманның уақыт ұрлаушыларының бірі ол әртүрлі ойындар. Оның ішінде әсіресе қазіргі уақытта ол PUBG ойыны. Жастар не істейді? Оның ішінде әсіресе ер азаматтар күні бойы осы ойынды ойнайды. Әсіресе түні бойы ойнайтын болса, ол қатты шаршағандықтан күндіз бойы ұйқымен өткізеді уақытын. Кейін тағы да кешке оянады да, сөйтіп ары қарай сол ойын ойнауын жалғастырып кетеді. Бұның барлығы не үшін жасалып жатыр? Білесіздер, кезінде сол PUBG ойында мынау кәдімгі ширк, яғни Аллаға серік қосудың бір түрі пайда болған сол ойынның ішінде. Біраз мұсылмандар шағымданды сол нәрсеге, кейбіреулері оған қарамастан ойнай берді, мен оны жасап жатқан жоқпын ғой деген секілді. Бірақ сол PUBG-дің жасаушылары, ойынды жасаған кісілер оны алып тастап, мұсылмандардан арнайы кешірім сұрапты. Сонда бір кісі өте жақсы айтқан еді. Бұлар дейді, сізді сол ойында ұстау үшін сізге мешітті де салып бере салады соның ішіне дейді. Мешітті арнайы, егер керек болса дейді. Бұл жердегі мақсат сол ойында сізді барынша ұстау. Ал бірақ осы 8-9 сағат бойы ойналған уақытта қаншама пайдалы дүние жасауға болады. Өзіңізге пайдалы әкелетін дүниелерді жасауға болады. Мысалға мен бір рет тексеріп көрдім. Кітапты, яғни қазақ тіліндегі кітапты мен бір сағатта қанша бет оқи алады екенмін. Сонда мен шамамен 50-60 бет оқи алады екенмін. Енді қараңыз, 8 сағатты алатын болсақ, 8 сағат PUBG ойынның орнына біз 1 сағат кітап оқып, 1 сағат демалған күннің өзінде шамамен 200-250 бет оқи алады екенбіз. Субханалла. Қараңыздар, қаншама істі жасауға болады. Бұл тек қана 8 уақыт бойы оқығанды емес, арасында демалумен бірге есептегенде міне осындай пайдалы дүние жасауға болады екен. Ал егерде ол, яғни осы ойын сіздің намазыңызға зияны тиіп жатса, яғни сіз осы ойын себепті намазыңызды дұрыс оқымай, намазыңызды қаза ететін болсаңыз, онда бұл қасіреттің үстіне қасірет болмақ. Өміріміз сапалы болу үшін өзімізді басқара білуіміз керек. Яғни нәпсімізді. Егерде біз нәпсіміздің, қалауларымыздың жетегінде кете беретін болсақ, онда өміріміз сапасыз болады. Яғни, былайша айтқанда біздің өміріміз жануарлардың өмірінен еш айырмашылық жоқ. Жануар қаласа жейді, қаласа ұйықтайды, өзі біледі не істегісі келсе. Былайша айтқанда тек қана қалауларымен өмір сүреді. Ал біз адамбыз ғой. Алла тағала бізге не берді? Ақыл берді. Алла тағала Құранда не дейді? Ойланбайсыңдар ма? Ақыл жүгіртпейсіңдер ме? Біз ақылымыз бар. Ақыл не үшін берілді бізге? Ақыл осы өзіміздің қалауларымызды дұрыс жаққа бағыттау үшін берілді. Дұрыс жаққа қолдану үшін берілді. Біз әрбір қалауымызды жасай беру, ол үлкен қателік. Мұсылман адам олай өмір сүрмейді. Ол мұсылманға тән сипат емес. Алла тағала Мүъмин сүресінде шынайы мұсылмандарды сипаттаған кезде не деп айтты? Олар лағу, яғни бос істерден аулақ болады дейді. Бос әңгіме, бос істер, осындай нәрсе. Ал оның ішіне әлде қайда 100%-ға жатады ол осы ойындар. Оның ішінде PUBG, осы секілді ойындар, олардың баршасы бос іске жатады негізі. Сізге ешқандай пайда әкелмейді. Тіпті сіздің намазыңыздың қаза болуына sebepkar bo'ladi. Gaita وضعية تسلل وضعية تسلل نعم شكرا يا سيدي الحكم.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سبحانه وتعالى سمع الله الله أكبر سبحانك سبحانك الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحانك سمع الله أكبر سبحانك لا سبحانك الله تحد ولا يصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جول 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 البيان يقف. Ал енді біз түсіндік уақытымызды осы ойындар, Instagram секілді нәрселер ұрлайтын. Оған көмектесетін не нәрсе? Біз оларға жаңағы ойынды ойнамауға не нәрсе көмектеседі? Ең бірінші ол бағанағы PUBG ойынын өшіріп тастаңыз. Мүмкін болса ішіндегі логинімен баршасымен түгелдей өшіріп тастаңыз. Сол кезде сіз оған қайтып келуіңіз екі талай болады. Ал Instagramға келетін болсақ, егер сіз ол Instagramда арнайы бір жұмысыңыз жоқ болса, еш нәрсе болмаса, сіз оған приложение арқылы емес, кәдімгі мынау браузер дейді ғой, браузер болады ғой, интернет. Сол арқылы кіретін болыңыз. Ол өте бір түрі ыңғайсыз болғандықтан, сіз оған бүйтіп кіре қоймайсыз. Яғни ішінде отырып әңгімелесіп отырмайсыз. Өйткені қолайлы емес ол. Приложениені өшіріп тастаңыз да, тек қана жаңағы не арқылы кіретін болыңыз да, браузер арқылы. Сол кезде ол сізге бір дискомфорт сыйлайды да, сол дискомфорт себепті сіз ол Instagramның ішінде ұзақ отырмайтын боласыз. Оның орнына сіз бағана өзіңізге міндет болған істерді орындап, пайдалы, бағана кітап оқу немесе тағы да өзіңіздің мамандығыңызға қатысты істермен айналысатын боласыз. Және біліп қойыңыз. Біз жақсы істерді, Алла жақсы көретін істерді тек қана Алланың тауфиғымен, яғни көмегімен жасай аламыз. Алла тауфиқ бермесе, біз ешқандай да жақсылықты, ешқандай да сауапты істі жасай алмаймыз. Және ол бағанағы біздің уақытымызды алып жатқан, бізге кедергі болып жатқан, өмірімізге зиян болып жатқан нәрселерден біз құтыла алмаймыз. Тек қана Алла тауфиқ берсе ғана құтыла аламыз. Сондықтан не істеу керек? Әлбетте Алла тағалаға жалбарынып дұға ету керек. Сізде ниетіңіз шынайы болса, Алла тағала сол шынайылығыңызға сай сізге оны нәсіп етеді. Я Аллахым, менің уақытыма береке бер. Я Аллахым, осы істерді жасауыма нәсіп ет деп шынайы Алладан сұрайтын болсаңыз, Алла тағала сізге оны міндетті түрде нәсіп етеді. Мынадай бір надан сөз бар. Ол уақыт өлтіру. Жүр уақыт өлтірейік. Уақыт өлтіріп отқан сол балалармен сөйлесіп, сол уақыт өлтіріп қайтқан деген секілді. Ол уақыт бір өлтіретін нәрсе ме? Ол не, біздің жауымыз ба не? Уақыт өлтіретіндей. Бұл ең надан сөздердің бірі негізінде. Немесе қандай сөз бар? Ішім пісіп отыр. Ішім пісіп кетті. Не істесем болады деген. Субханалла. Мұсылман адамның іші піспайды. Мұсылман адамда жасайтын іс көп. Сіздің жасайтын ісіңіз көп болу керек. Егер сіз мән беріп ойланатын болсаңыз, не істесем болады деп, сіздің ішіңіз піспайды. Демек, ішіңіз пісса, сізде ешқандай да мақсат жоқ, шаруа жоқ деген сөз. Мүлдем. Алдыңызда бір үлкен бір мақсатыңыз жоқ. Ал үлкен мақсатыңыз болса, сіз оған жету үшін өзіңіздің күнделікті бір мақсаттарыңыз болар еді, күнделікті бір істеріңіз болар еді. Сондықтан ондай сөзді мүлдем өзіңіздің өміріңізден алып тастаңыз. Алла тағала Құранда не деді? Фаиза фарағта фансаб. Егер босай қалсан, және кіріс. Яғни тағы да басқа іске кірісіп кет деген. Яғни мысалы бір нәрсені бітірдіңіз бе, бір істі, болды, мен босадым деген сөз емес ол. Басқа керек болған істі жасап кетіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөздерінде мұсылман адамның көркемдігі ол кісінің өзіне пайдалы іспен айналысқандығы және пайдасыз жерден табылмағандығы дейді. Хасан әл-Басри айтады, сен күндерден тұрасың дейді. Бір күнің кетсе, сенің бір бөлшегің кетті дейді. Сенің бір бөлшегің. Демек, біз уақыттан тұрамыз негізі. Міне қазір өтіп баратыр мына уақыт, менің өмірімде кетіп баратыр деген сөз. Ал осы өтіп кеткен өмірдің, яғни өтіп кеткен уақыттың ішінде мен не істей алдым? Өзіме ақыретте ертең пайда болатын, өзіме ақыретте ертең сауап болып қайтатын, маған мәңгілікте үлкен бір бақытқа жетелейтін нәрсе болды ма ол? Әлде бос нәрсе болды ма? Осыны біз ойлануымыз керек. Бұл уақыт, сондықтан біз керісінше оны өлтірмейміз, керісінше уақыт бізді өлтіреді. Өйткені уақыт кетуіменен біздің өміріміз не істер еді?
қысқарады. Әл-уақту кәс-сейф. Уақыт қылыш секілді. Фа-иллам тақтуаху, егер сен оны кеспесең, қатуак, ол сені кеседі дейді. Яғни уақыт сізді өлтіреді. Біз уақытты өлтірмейміз. Бос уақыт бұл Алланың берген үлкен нығметтерінің бірі. Сондықтан біз ол уақытты барынша пайдалы өткізуіміз керек. Бұл бос уақыт нені мүмкіншілігі? Бір жақсылап бір демалып алудың да мүмкіншілігі. Қалай? Бағанағы ойын ойнап, немесе басқа да сондай бір дұрыс емес істерді жасап емес. Жоқ, таза ауаға шығып, Алланың жаратылысында ой жүгіртіп, туыс-туысқанмен мысалға араласып, хал жағдайларын сұрап, отбасыға көңіл бөліп деген секілді. Мысалға ғалымдар кезінде ілімнен демалатын кезде олар не істейтін болған? Барып мысалға бір әдебиет оқитын болған, немесе өлеңдер оқитын болған деген секілді. Немесе жұмыс істейтін болған қосымша, басқа бір жұмыс істейтін. Мысалға имам Матурди қалай демалатын? Ол кісі жұмыс істеп демалатын болған. Ғылымнан бөлек уақытта бөлек өзінің бір жұмысы болады. Мысалға ол жер қазу деген секілді, мысал ретінде айтып жатырмын да. Сондай бір секілді жұмыс атқаратын болған. Осылай біз демалатын болсақ, тауға шығып, тау болмаса басқа да бір пайдалы демалыспен өткізетін болсақ, онда бұл бізге ненің септігін тигізеді? Қайтадан күш жинауға, ары қарай өзіміздің бағанағы алдымызға қойған мақсаттарды орындауға бір күш жинап аламыз. Энергия дейді ғой қазіргі таңда. Сондықтан да Алла Иса саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Ни'матани мағбунун фихима касирун минан нас. Екі нәрседе адамдар алданған дейді. Екі нығмет бар дейді. Сол нығметте адамдар алданған дейді. Ас-сиххату уал фарах. Денсаулық пен бос уақыт. Адамдар көбіне осы екі нығметтің қадірін білмейді. Ол денсаулықтың қадірін білмейді. Шіркін-ай, кезінде денім сау болғанда мынаны істегенімде ғой деп қалады. Немесе бос уақытының қадірін білмейді. Яғни қазіргі уақытта сіздің көп жасайтын ісіңіз болмаса, пайдалы істерді қазір жасап қалыңыз, қазір оқып қалыңыз, қазір біліп қалыңыз. Өйткені кейін сізде басқа да бір шаруаларыңыз пайда болып, сіз бұрын жасағыңыз келген нәрселерді жасай алмай қаласыз. Бәдір соғысына қатысқан сахабалардың көзін көрген атақты ғұлама ғалым табиғин Хасан әл-Басри жаңа күн жайында былай деп айтқан екен. Жаңа күн бізге былай деп айтады екен. Ей адам баласы, расында мен жаңа жаратылыспын. Және сенің амалына мен куәгермін. Ендеше барынша менен салиқалы амал жасап, өзіне азық алып қал, салиқалы амал азығын. Расында мен ақырет күніне дейін енді қайтпаймын. Фахал нахну мимман ятазаввад бил амали салих кулля яум. Ал ендеше біз күнделікті салиқалы амалдарды өзімізге азық ретінде жинап жүрміз бе? Тарих бізге сахабалардың, табииндердің және ғалымдардың уақыт үнемдеген мысалдарын бізге өте көп көрсетеді. Соның ішінде мысалға Ибн Ақил әл-Ханбали деген ғұлама ғалым болған екен. Ол кісі айтады, мен бір сағатты, бір сәтті босқа өткізбеймін дейді ғұмырымның. Және менің жасым 20-да болған кездегі ілімге деген талпынысым қазіргі 80 жасымдағы талпынысым одан да күштірек дейді. Содан қарағанда дейді, 20 жастағы. Және мен осы тамақ ішкен кездегі уақыт кетеді ғой тамақ ішуге. Сол уақытты барынша қысқартуға барлық күш жігерімді жұмсайтынмын дейді. Тіпті мына нанды аламын да оны әдейі сулап жейтін болдым дейді. Не үшін? Шайнау уақытысын үнемдеу үшін. Аз шайнайды да сонда тез анау еріп кетеді, аузында жұта салады, болды. Және олар ғалымдар не істейтін болған, осылай бүкіл қалауларын бағанағы біз айтқан нан бар, тамақ бар, оларды тек қана өліп қалмайтындай дәрежеде тамақты жейтін болған, болды. Және Мысыр елінде Ніл өзенінің жанында өмір сүріп, бірақ сол өзенге бармаған ғалымдар болған екен. Қараңыздар. Бұның барлығы не үшін? Өзінің уақытын жай ғана Ніл өзенін көруге жұмсамас үшін. Ілімге деген құштарлықтары сондай күшті болған. Дәл солай сіз де өзіңізге ілімге деген уақытыңызды, сізге пайда әкелетін нәрсеге, пайда әкелетін дүниеге толықтай уақытты жұмсауға тырысыңыз. Мысалға,
сіздің мамандығыңыз бойынша кітаптарды бір жыл бойы оқыңызшы. Бір жыл бойы тек мамандығыңызға қатысты кітаптар оқитын болсаңыз, сіз сол мамандықты қаншалықты деңгейде жақсы білетініңізді түсінесіз. Яғни тек қана оқып емес, практикантта жасап, әрі оқып, практика оқып. Сол кезде бір жыл ішінде сіз кәдімгідей саланың маманына айналып кетуіңіз ғажап емес. Құран тәпсірлерінің бірі, атақты тәпсірлердің бірі Ибн Жарир ат-Табари деген ғалымның тәпсірі бар. Осы тәпсір жайында ғалымдар айтады, егер осы тәпсір үшін дейді, адам сонау Қытайға дейін, Араб түбегінен Қытайға дейін барса дейді, сол кітап үшін ғана, ол соған лайықты болатын еді дейді. Сол кісі, осы имам ат-Табари, тарихшылар айтады, ол 40 жыл бойы арнайы сол кітап жазуға отырып, күніне 40 беттен жазатын болған екен. Имам аз-Захаби айтады, ол кісі ең үлкен кітап жазды дейді тарихта. Ол 800 томдық кітап екен. Ол кісі жазған. Және шәкірттері арнайы зерттеген екен. Имам Жарир ат-Табаридің 86 жылдық ғұмырында балиғат жасқа толған уақытынан бастап, яғни кітап жазған уақыттан бастап, қанша күніне парақ жазатын. Сонда санап қараса, күніне 14 беттен жазатын болған екен. Тоқтаусыз. Күнде 14 бет жаңа нәрсе жазды. Күнде 14 бет, күнде 14 бет. Ал біз уақытымызды не нәрсеге жұмсап жатырмыз? Босқа болмайтын, пайдасы жоқ нәрселерге, әңгімеге, бос әңгімелерге, ойындарға қашан біз оянамыз? Бұл үммет, біздер қашан оянамыз? Және біз мына нәрсені білуіміз керек. Ең пайдалы уақыт ол Алламен болған уақыт, Алла үшін болған уақыт. Осы уақыт қана ертең ақыретте сізге сауап ретінде қайтады. Басқа уақыттың барлығы қасірет болмақ. Сондықтан да хадисте айтылған, қайсы бір қауым жиналып, бірақ Алланы еске алмайтын болса, онда ол отырыс олар үшін қасірет болады. Қандайда бір жиында жиналдыңыздар ма, міндетті түрде ол жерде Алланы бір еске алып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтылуы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтылуы керек. Альхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля деген секілді ең кемінде осылай бір Алла еске алынып қою керек жиындарда. Жиналып алып, жаңағындай бос әңгімелер айтып, ананы ғайбаттап, мынаны ғайбаттап, ол не? Ол ертең ақыретте бізге өкініш болатын уақыттардың бірі. Ендеше пайдалы болатын уақыт ол тек Алламен және Алла үшін болған уақыт. Немесе сіз бір қызметті жасап жатсыз, бірақ ол қызметте нені ниет етіп жатсыз? Мұсылман үмметіне қызмет етуді ниет етіп жатқан болсаңыз, онда сол уақытта сізге ертең ақыретте пайдасын береді, яғни сауабы болады. Біз ақыретте өзіміздің осы өмірде жасаған уақыттарымызға өкінбес үшін қазірден бастап Аллаға жақындататын амалдарға асығуымыз керек. Ең бірінші орында тұратын ол 5 уақыт намаз. 5 уақыт намазға мұқият болу керек. Біздің құлшылығымыз. Осы нәрселер ең негізгісі. Осы нәрселер дұрыс жүріп тұрса, ары қарай дүниелік істерде дұрыс жүріп тұрады. Білесіздер ме, мынау кім ақыретін уайымдайтын болса, дүние оның артынан өзі-ақ барады. Негізі солай. Егер сіздің уайымыңыз ақырет болса, ал уайым ақырет болу деген сөз, әрбір уақытты уайымдау, мынау уақытым менің босқа сауапсыз өтіп кетті ғой деген уайыммен өмір сүру болып саналады. Сондай болуымыз керек негізінде, әрбір уақытта. Ияка уат тасвиф, еш уақытта істі ертеңге қалдырмаңыз. Бүгінгі жасайтын істі. Абдуллах ибн Умар не дейді? Егерде таң аттырсан, кешті күтпе дейді. Ал егер кешті баттырсан, таңды күтпе дейді. Егер бір жақсы істі істеуге ниет қылдың ба, онда соны істеуге асық. Және айтпа дейді, күндер ұзақ қой, әлі бар ғой уақыт, тағда басқа деген секілді. Мен кейін осылай істеймін, кейін былай істеймін, кейін жаттаймын, кейін оқимын, кейін мен мына пайдалы болған мағлұматты тыңдаймын, кейін мен мына қатысқан марафонымды тағы да жалғастырып тыңдаймын деген секілді. Жоқ, уақыт ол бұлттардан тез жүретін жаратылыс. Бұлт қалай тез жүрсе, уақыт одан да тез жүреді. Сондықтан да бұл уақытты, яғни бір істі бүгін істеуге көмектесетін нәрсе, оны бөлу. Бұл істі бөліп тастаңыз. Мысалға, бұл іс 3 күндік, мысалы,
4 сағат уақытты алады деген секілді. Сіз оның бір бөлшегін ғана бүгін жасаңыз. Ертең екінші бөлшегін, арғыны үшінші бөлшегін деген секілді. Амалдардың ең жақсысы аз да болса тұрақты жасалғаны. Тұрақты болыңыз, аз да амал жасасаңыз, бірақ тұрақты жасасаңыз, иншалла, сіз өзіңіздің мақсатыңызға жетесіз және ол амалды ертеңгі күнге кешіктірмейтін боласыз. Ал осымен уақыт жайлы сабағымыздың уақыты тәмамдалды. Соңына айтар болсақ, бауырым, біліп қойыңыз, күндер сағаттан тұрады. Ал сағат тыныстан тұрады. Тыныс, дем, тыныстан тұрады. Сондықтан сіздің алған тынысыңыз, ол сіздің қазынаңыз. Ендеше әрбір алған тынысыңыз бос нәрседе өтпесін. Ертең сіз ақыретте өзіңіздің қазынаңызды бос екенін көрген кезде өкінесіз. Ал оның бос екені былай тұрсын, егер ол күнәларға, әртүрлі ғайбаттарға, әртүрлі жаман нәрселерге толы болса, онда ол қазына емес, ол қасірет болады. Алла тағала баршамыздың ғұмырымызға береке берсін. Алла тағала баршамызға өзіне лайықты түрде құлшылық етуді, харам істерден алыс болуды, уақытымызды барынша пайдалы, екі дүниеде де пайдалы болып өтуді бір өзі нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.